Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Енді бұл маңызды сұрақтардың бірі айт намазына байланысты. Бұл жағдайымыздың ерекшелігімізге байланысты айт намазын үйде оқуға болады ма? Және ол қалай оқылады? Жалпы үкімі қандай? Бұл намаздың үкімі барлық, егер адам намазды өткізіп алса немесе жіберіп алса, жалпы үкімге кіреді. Өткізіп алған, жіберіп алған намазын адам қайтадан оқиды. Ең біріншіден бұл намаз қалай оқылады? Қазір біз намаздың оқу түрін айтамыз, содан кейін дәлелдері көшетін боламыз иншалла. Біріншіден, айт намазы оқылған кезде ең бірінші Аллаху акбар деп такбир ихрамды айтқаннан кейін, ихрам такбирін айтқаннан кейін субханака истифтахты айтамыз. Субханака Аллахума бихамдик ва табарака исмук ва та'ала джаддук ва ла илаха гайрук деп айтқаннан кейін 7 рет Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 7 рет такбир айтамыз. Содан кейін Фатиха сүресі оқылады. Одан кейін Қоф сүресі немесе Әл-А'ла, Саббих исма роббикал а'ла оқылады. Бірінші рекатта. Содан кейін рукуға кетеді, дәл басқа намаз сияқты рукух, сәжде. Одан кейін екінші рекатқа тұрған кезде бұл жерде Аллаху акбар деп екінші рекатқа тұрғаннан кейін бұл жерде біз 5 рет такбир тартамыз. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 5 рет такбир тартамыз. Содан кейін Фатиха сүресі, содан кейін Әл-Қамар сүресі немесе Әл-Ғашия сүресі. Әл-Ғашия сүресі. Бірақ бұл жерде ескертетін мәселе, бұл Фатихадан кейін бастада, екі ракатта да басқа сүрелерді оқыса болады. Бұл намаз кәдімгідей дауыстап оқылатын намаз. Айт намазы дауыстап оқылады. Енді осы екі ракаттан кейін хутба оқылады ма, оқылмай ма? Бұл жерде ғалымдардың арасында екі пікір бар, екі пікір талас бар. Біріншісі оқуға болады, екіншісі оқуға болмайды деген. Бірақ дұрысырағы және жақынырағы бұл хутба үйде оқылған кезде хутба айт намазынан кейін оқылмайды дегені дұрысырақ иншалла. Аллах тағала бәрін білуші. Аллаху алам. Енді жалпы дәлелдерге келсек, жаңа жоғарыда айтқандай, жалпы намаз өткізіп алған адамдар оны қайтадан оқиды немесе қазасын өтейді. Әлбетте, әрине, оған үзір болса, жаңағындай себептер болса. Біздің бұл үзіріміз, себебіміз не? Мешіттерде жалпы оқылмауына байланысты жамағатпен. Енді Бұхари өзінің сахихінде бабун ида фатаху айд юсалли ракатайн. Осындай бабун дейді, бұл бөлім дейді. Бөлім деген кітаптың бастамасы деген сөз. Сондай бір жеке бір бастама өзі жазған екен. Бұхари өзінің сахихінде бабун ида фатаху айд, егер дейді адам айт намазын өткізіп алса дейді, фатаху юсалли ракатайн, ол 2 бас намаз оқиды дейді. Сол сияқты бұл жерде Бұхари келтірген әйелдер үйде оқылса, немесе белгілі бір жерді мекенде, ауыл аймақта, басқа да жағдайда осы намаз оқылады деп келтірген. Сол сияқты Пайғамбар хадисінде айтады, саллаллаху алейхи уассалам, хада идуна ахлал ислам дейді. Бұл біздің айдуна, біздің мерекеміз дейді. Бұл біздің айтымыз дейді. Ахлал ислам, мұсылмандар дейді, мұсылмандар дейді. Енді келесі дәлелге келсек, келесі негізге келсек, Бұхари әсерден жеткізеді. Анас ибн Малик радиаллаху анху, Пайғамбар сахабасы, Аллах тағала ол кісіден разы болсын, егер ол кісі дейді айт намазын оқи алмаса дейді, белгілі бір себептермен немесе жіберіп алса дейді, ол өзінің отбасын жинап, бала шағасын жинап, имам қалай оқыды, тура солай оқитын еді дейді. Бұл жерде біз түсінетін мәселеміз, яғни үйде оқуға болады, өз отбасымен, туыс туғандарымен, отбасымен айт намазын оқуға болады. Келесісі бұл имам Абу Шейбаның кітабында, Мусаннаф деген кітабында Абу Лейладан келген әсер Али дейді. Али радиаллаху анху, Пайғамбар күйеу баласы, сахаба Али радиаллаху анху бір кісіге дейді, Куфаның мешітінде дейді, 2 бас намаз оқуға бұйырды дейді. 2 бас намаз оқуға бұйырды дейді мешітте. Енді бізге жалпы бәрімізге белгілі, негізі сүннет амалы бойынша, сүннет бойынша негізі айт намазы кең ашық жерде оқылады. Кең ашық жерде оқылады.
Бұл жерде Аллах тағала білуші, бір үзірі бар, бір себептермен оқи алмаған кісілерге Али осылай бұйырды деп айтып жатыр. Али соларға мешітте оқуға бұйырды дейді. Мешітте оқуға бұйырды дейді, екі бас намазда. Енді осыдан кейін жаңағы Абу Лейла деген кісіге сұрақ қойылады. Ол кісіден сұралады. Осы екі ракағаттан кейін дейді, хутба оқылады ма дегенде, осы екі ракағат хутбасыз бола ма деген кезде, я деп жауап берген. Яғни хутба оқылмайды деген жауап берген. Хутба оқылмайды деп жауап берген. Енді бұл айт намазының уақытына келетін болсақ, күн көтерілгеннен кейін 15, күн шыққаннан кейін 15-20 минуттан кейін бұл айт намазының уақыты басталады. Күн шыққаннан кейін. Сол сияқты бесін намазына, зухр намазына 15-20 минут қалғанша дейін осы айт намазының уақыты болып есептеледі. Дәл духа намазының уақыты қандай? Сол сияқты осы айт намазының да уақыты осындай бірдей болып келеді. Енді айт күні қандай істер біз істесек абзалырақ болады. Пайғамбар айт намазын шығарудың алдында бәрімізге белгілі финик жеген, құрма жеген. Құрманың жеу мақсаты не? Ол жаңағы айт күндері біз не істейміз? Ораза ұстамаймыз. Біз жаңағы құрма жеуімізбен біздің өзіміздің ораза емес екенімізді көрсетеміз. Сол сияқты ғұсыл алу, жақсы таза киім киіну, сол сияқты тәкбір айту, айт күні тәкбір айту, сол сияқты бір-бірімізді құттықтау. Тақаббалаллаху минна ва минкум. Аллах тағала біздерден де сіздерден де қабыл алсын деп, сондай жақсы бір-бірімізге құттықтау айту, жақсы көңіл күйде қарсы алу. Енді келесі мәселе бұл фитр. Фитр қалай болады? Фитр садақасы. Фитр садақасы бұл жерде оразаның соңғы күнімен басталады және айт намазы оқылғанша дейін берілу керек. Айт намазы оқылғанша дейін берілу керек. Кім осы уақытты жіберіп алды, оның мойнында күнә болады. Және содан кейін, айт намазынан кейін берсе егер, Пайғамбар айтты, жай садақалардың бір түрі, жай садақалардың садақасы бір садақасы деді. Яғни жай бір садақа сияқты болып қалады. Сондықтан бұл фарыз болғандықтан кейін фитр садақасын айт намазына дейін беру керек. Сол сияқты сахабалар бір күн немесе 2 күн қалғанда беретін болған. Аллах тағала біздерден де сіздерден де иншалла қабыл болсын. Аллаху алам. Аллах тағала бәрін білуші.